Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз кешегі сабақтың жалғасы. Бізде чоч тақырыбы. Чоч дегеніміз не, оны біз қалай қолданамыз, қазір сіздерге түсіндіретін боламын. Жалпы чоч дегеніміз ол бізде смена характері, яғни бағаның өзденесі бағытының ауысуы. Яғни қараңыздар, баға өсіп келе жатып шортқа ауысып кету немесе құлап келе жатып лонгқа ауысып кетуін бізде білдіретін фактор, ол бізде чоч факторы, смена характері. Енді кеттік, бізде қалай? Мысалға, баға бізде не істеп жатыр? Өсіп келе жатыр, иә? Вот қараңыздар, былай келе жатыр. Мынау бізде бос болды. Мынау бізде бос болды, иә, қарап тұрсыздар ғой. Осы жердегі енді біздегі маңызды нәрселер high-low. Енді біз қараңыздар, мына жерде бос болды ғой, біз лонгқа позиция қарастырайық деп кіріп жатқан кезде баға не істейді? Бізде мына астыңғы восходящий трендтегі мысалы лойды пробивать етеді. Мына лойды пробивать етіп, осылай бізде төменірек істейді, жабылады баға. Яғни импульспен келіп, не істейді? Пробивать еткен кезде бізде не болады? Бағада ана жерде слом структура болады. Одан кейін баға бізде осылай тағы да жоғарыға қарай келеді. Мына жақтан бізде белгілі бір зонадан откат алып, уже шортқа қарай не істейді? Бізде тағы да бос болып, осылай уже құлай береді. Енді біз осы жерде енді талдаймыз, қалай бұл. Мысалға, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, мына жердегі лойды пробивать еткен, ол бізде чоч деп аталады. Яғни бұл бізде смена характері. Бұл жерде бізде чоч болған кезде біз уже все ана жақтан шорт ашу үшін, біз мына жерде чоч болды деп мына жақтан кіріп кетпейміз, көп адамның қателігі сол жерде. Біз мына жерде баға келіп, осы жердегі зонадан откат алып, мына жерде кірсек болады. Бірақ біз тағы да консервативный түрде кіргіміз келсе, безопасно. Онда біз мына астыдағы лойды тағы да, яғни шорт позициясынан бізде тағы да бір рет бос болып, не істеуі подтверждение берген күтеміз. Осылай бос болды, значит біз мына үшінші неден не істей аламыз? Кіре аламыз, яғни үшінші хайдан кіре аламыз. Мына жерден белгілі зоналарымызды табамыз, шартовый кәдімгідей, и осы жерден не істейміз? Лонгқа позиция қарастырамыз. Бұл бізде мысалға неге болса, енді біз кеттік неге қарастырайық? Лонговый. Мысалы, баға құлап келе жатады, бізде мына хайды не істейді? Бүйтіп пробивать етеді. Яғни негізі біз хайға жетпей бүйтіп құлап кетуіміз керек еді, ол не істейді? Пробивать етеді. Значит, бізде бұл жерде не болды? Чоч болды. Баға төменге қарай барып, тағы да осылай бізде бос беретін болса, онда бізде тренд жоғарыға қарай, яғни лонговый өсті, иә? Қараңыздар, мынаны бізде өйстіп пробивать етуі, бұл бізде чоч деп аталады. Яғни нисходящий трендтің хайын бұзуы, ол бізде лонговыйға ауысуы, восходящий трендтің лойын бұзуы, яғни чоч жасау, онда біздің оның нисходящийға ауысуы. Енді баға не істейді? Бізде тоже жаңағыдай біз мына жерден кіріп кете аламыз. Яғни екінші хайдан кіріп кете аламыз. Но біз екінші лойдан кіріп кете аламыз, но біз деген күтейік. Бізде подтверждение берген. Онда біз не істейміз? Мына жерді бос болған күтеміз. Бос болды, значит, біз шорт позициясына, яғни уже шортқа жоқ, біз лонгқа позиция қарастырамыз. Яғни неяқтың белгілі бір зоналарымызды сызамыз бос болғандықтан, и біз мына жерде үшінші лойдан несеміз лонг позициясына кіреміз. Енді кеттік. Мысал талдайық. Қараңыздар, мынау бізде баға не істеді? Жоғарыға қарай өсті, и бізде шартовыйға ауысты. Бұл бізде күндік таймфрейм, кез келген таймфреймді қолдана аламыз. Сондықтан ешқандай бізде несі жоқ, әбестігі жоқ. Енді кеттік, соңғы лой бізде мынау. Бағаны қарайықшы, бірінші бізде қалай өсіп келе жатыр? Міне вот, өстіп өсіп келе жатыр. Көрдіңіздер ғой, вот өсті, и бізде осылай консолидация болды да, былай бізде коррекциямен так етіп құлады. Мына жердегі бос, яғни мына жерде чоч жасалды. Ары қарай бізде уже шортқа қарай несер баға құлап кетті. Енді бұл осы жерде көріп тұрғандарыңызда мына лойды мынау пробивать етті, көріп тұрғандарыңызда, бұл жерде, значит, бізде чоч слом структура болды деген сөз. Енді қараңыздар, бізде мысалға по тренду мынау бізде бос болды, значит, мына жерден біз примерно ТВХ іздейміз, мына жерде бізде имбаланс бар, ордер блок бар, біз ордер блоктан типа лонгқа, мына жерде ордер блокпен белгілей салайын, мынау бізде ордер блок, и баға мына жерге келді, міне ордер блокқа келді баға, и осы жерде біз лонгқа күтеміз. Енді баға несе бізде стоппен шығарады, немесе бізде баға бумен шығарып жібереді. Сөйтіп шығып кеткен кезде сіздерде мына жерде уже чоч болады, слом структура болады. Яғни бізде уже не істейді? Баға төменге қарай құлайды деген белгі. Енді біз осы жерде түсінетін нәрсе, біз осы бағаның мына жерге келіп, мына имбаланстан немесе ордер блоктан откат алғанын күтеміз, бірінші. Екінші неден, мысалға кіріп кете береміз осы жерден былай,
келді, мына жерде бізде ордер болып тұр, оның астында бізде имбаланс тұр, иә. Осы жерден откат алып құлағанын не істейміз? ТВХ ретінде кіріп кете береміз. Немесе біз тағы да келесі нені күтеміз? Ойды күтеміз. Ол қалай? Яғни мына жерде астынан бір бос болған күтеміз. Вот. Астынан бізде бос болды, и біз мына жерден тағы да зона іздейміз, и біз мына жерден уже кіреміз. Түсінікті ғой? Иә, бұл бізде лонгтың шортқа ауысуы. Енді біз шорттың лонгқа ауысуын көрейік. Мысалға мына жерді қарастырайық, баға құлап келе жатты, и бізде баға не істеді? Төменге қарай құлады. Міне бізде бос болды, біз мына жерден ТВХ іздеп шортқа қарай кіруіміз керек болатын, но не істеді? Баға бізде біздің айтқанымыз бойынша жүрген жоқ, ол бізде лонгқа қарай кетті. Бұл жердегі біздегі хай мына нүкте тұр. Мынау біздегі хай, қазіргі важный. Ол не істейді? Келеді, пробивать етеді. При этом телом пробивать етеді. Мына жерді қараңыздар. Бұл бізде чоч болды, көрдіңіздер ғой? Значит, баға дальше лонгқа кетеді деген бізде фактор берілді бірінші. Біз осы жерден не істейміз? Мына баға бүйтіп коррекция жасап келген кезде мына жердегі бізде ордер болып имбаланстан кіріп кетсек болады, зонамыздан, иә, пой зонамыздан. Немесе біз тағы да келесі бағаның не істеуін күтеміз. Яғни мына жақта бос болған күтеміз. Бізде бос болды, біз мына жерден уже не істейміз? Кіріп кете аламыз мына жақтан. Бізде мына жерде баға при этом консолидация болған тоже, соответственно, и осы жақтан кіріп біз не істейміз? Трейдті жақын мына жақтағы хайларға дейін қоя аламыз. Трейд 1, трейд 2, яғни мына суингтағы хайлардың бәрі ол бізде не болады? Трейдтар болып табылады. Көріп тұрғандарыңызда бізде бос болды, біз баға не істеп төменге қарай құлап келе жатыр. Именно чоч мына жерде болды. Смена характері болды. Яғни бізде шорт болып келе жатқан еді тренд, баға не істеді? Лонгқа қарай ауысты. Не үшін бұл именно мына жерде ауысты? Потому что бізде мына жақта белгілі бір пой зона бар. Ол не үшін мына жаққа дейін өсті? Потому что оның алдында белгілі бір пой зона бар. Яғни бұның барлығы бізде А точкадан Б точкаға дейін жүру. Біз оны алдыңғы сабақтарда қарастырамыз. Біз осы смена характераны қарасаңыздар болады. Ал бізде күндік таймфрейм, бұл бізде ұзақ swing трейдқа арналады. Және біздегі бағытты анықтау үшін қолданамыз. Но на самом деле сіздер нені қолдансаңыздар, 4 сағаттық, 1 сағаттық, 15 минуттықта біз бұларды бос чотчты қосып не істей аламыз? Қолдана аламыз. Енді сіздерге көрсеткім келетін нәрсе, қиналып, енді сәл бізде не болатын болса, бізде дәл осыны көрсететін индикатор бар. Енді бірақ 100% көрсетеді деп айта алмаймын, бірақ бізде 90% жақсы келеді. Индикатор бөліміне сіздер жазасыздар. Smart Money деп ем. Ағылшынша Smart. Міне, бірінші тұрған біздегі осы Smart Money концепт деген осы нені индикаторды қосып алсаңыздар, вот міне қосылып тұр, міне. Осы жерде чоч посттың болғаны осылай көрсетеді. Бірақ бізде бұл жақта басқаша осылай көрсетеді. Яғни үлкен таймфреймде және кіші таймфреймде қолдансаңыздар да болады. Осы индикатор арқылы тоже блоктарды, зоналарды көрсетеді. Тоже жасап көрсеңіздер болады. Но мен сіздерге айтатыным, бірінші өздеріңіз сызыңыздар. Себебі әркімнің, яғни несі әрқылай, өзінің жүйесі әрқылай болады. Сондықтан өздеріңіз сызып, өздеріңіз, яғни торговля жасауға, анализ жасауға үйренулеріңіз керек.